Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сендермен сәулет өнері атты жаңа бөлімді бастағалы отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сәулет өнері туралы не білемін? Сөйлем мүшелері. Бүгінгі сабақта сендер мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Ал қазір бейне материалға назар аударыңдар. Бір 1997 жылы Қазақстан өте маңызды қадамға барды. Ол ел астанасын Алматы қаласынан Астанаға көшіру болатын. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің қабылдаған тарихи шешімі мемлекеттің әлеуметтік экономикалық ахуалына, барлық саланың қарыштап дамуына ықпал етті. Оның ішінде отандық сәулет өнерінің өсуіне де жол ашты. Елорда қайнаған құрылыс алаңына айналды. Қазақстанның әлемнің жетекші сәулетшілері шығыс сарынымен үндескен, ең үздік заманауи жобаларын жаппай ұсына бастады. Қаланың бас жоспарын жапон сәулетшісі Кисё Куракаваның, ал футуристік концерт залын италиялық Манфреди Николеттидің жобалағаны жасырын емес. Балалар, бейне материалдағы ақпарат не туралы болды? Нұр-Сұлтан қаласындағы сәулет өнері туралы болды. Сәулет деген не? Бұл сұрақтың жауабын келесі мәтіннен біле аламыз. Мұқият тыңдаңдар. Бұрынғы заманда баспаналар бір-біріне өте ұқсас еді. Әдетте олар бұтақтардан, қамыстан, кейінірек саз балшықтан тұрғызылды. Уақыт өте келе құрылыс салу ісі де өзгерді. Бай адамдар сәулетті сарайларда тұрғысы келді. Ондай сарайларды тұрғызу үшін шеберлік пен терең білім қажет болды. Тұрғын үйлерден басқа да құрылыстар, ғибадатхана, стадион, театр, кітапханалар салына бастады. Мұндай кешендер құрылысын ойлап тапқан адамды сәулетші деп, ал олардың туындыларын сәулет өнері деп атайды. Сәулет өнері адамдардың әдемі және ыңғайлы өмір сүруіне арналған өнер. Балалар, мұндағы ғибадатхана сөзінің мағынасын біліп алайық. Ғибадатхана Құдайға құлшылық ететін орын. Үй, ғимарат, мешіт. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Ертеде баспаналар неден тұрғызылды? Олар бұтақтардан, қамыстан, кейінірек саз балшықтан тұрғызылды. Сәулетші деген кім? Сәулетші сәулет өнерінің шебері. Сәулет өнері дегеніміз не? Сәулет өнері адамдардың әдемі және ыңғайлы өмір сүруіне арналған өнер. Балалар, мәтіннен тірек сөздерді табыңдаршы. Тұрғын үй, құрылыс, сәулет өнері, терең білім, баспана, сәулетші, шеберлік, кешендер. Балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Берілген мәтіндегі сөйлемдерді тыныс белгілерін қойып ажыратыңдар. Адамдар баспана салды. Баспаналар бір-біріне ұқсас болды. Кейін тұрғын үйден басқа құрылыстар салына бастады. Мұнда қанша сөйлем? 3 сөйлем берілген. Сөйлемге тән белгілерді есімізге түсірейікші.
сөйлемдегі сөздер мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемдегі бірінші сөзі бас әріптен бастап жазылады. Сөйлем соңына нүкте, сұрау, леп белгілері қойылады. Балалар, мұндағы бірінші сөйлемді қайта оқиық. Адамдар баспана салды. Бұл сөйлемде қанша сөз бар? 3 сөз бар. Бұл сөздерге сұрақ қояйықшы. Не істеді? Салды. Кімдер салды? Адамдар салды. Нені салды? Баспана салды. Бұл сөздер сөйлем мүшесі болады. Естеріңе сақтаңдар. Сөйлем құрамындағы нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшелері дейміз. Мысалы, Айдын мектепке келді. Не істеді? Келді. Кім келді? Айдын келді. Қайда келді? Мектепке келді. Бұл сөздер сөйлем мүшелері. Берілген суреттерді мұқият қараңдар. Бұл суреттерде не бейнеленген? Бірінші суретте Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік цирк ғимараты бейнеленген. Екінші суретте Нұр-Сұлтан қаласындағы Бәйтерек монументі бейнеленген. Ал үшінші суретте Алматы қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры бейнеленген. Балалар, енді осы атауларды қатыстырып, сөйлемдер құрастырыңдаршы. Бірінші, Алматы циркінде жаңа қойылым болды. Балаларға Бәйтерек мұнарасы ұнады. Ағам Мұхтар Әуезов театрына барды. Ал сендер қандай сөйлемдер құрадыңдар? Енді осы құраған сөйлемдеріміздегі сөздерге сұрақ қойып көрейікші. Болды. Не істеді? Болды. Не болды? Қойылым болды. Қайда болды? Алматы циркінде болды. Қандай қойылым? Жаңа қойылым. Ал енді екінші сөйлемдегі сөздерге сұрақ қояйық. Қайтты? Ұнады. Не ұнады? Бәйтерек мұнарасы ұнады. Кімдерге ұнады? Балаларға ұнады. Соңғы сөйлемдегі сөздерге сұрақ қояйық. Не істеді? Барды. Кім барды? Ағам барды. Қайда барды? Мұхтар Әуезов театрына барды. Бұлар сөйлем құрамындағы нақты сұрақтарға жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздер, яғни сөйлем мүшелері. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ол үшін жақшадағы сөздерді сөйлем мазмұнына қарай өзгертіп, мәтінді көшіріп жазыңдар. Бірінші сөйлемге назар аударыңдар. Алматы хайуанаттар бағына келушілер тоғанда жүзіп жүрген ләйлекке қызыға қарайды. Ләйлек көк құтанға ұқсайды. Бірақ ләйлектің қауырсыны ашық түсті болып келеді. Әрі бойы да биік. Сендердің жауаптарың дұрыс болды ма? Балалар, мұндағы екінші сөйлемді қайта оқиық. Ләйлек көк құтанға ұқсайды. Мұндағы сөздерге сұрақ қояйықшы. Не істейді? Ұқсайды. Не ұқсайды? Ләйлек ұқсайды. Неге ұқсайды? Көк құтанға ұқсайды. Ендеше бұл сөздер сөйлем мүшесі болады. Естеріңе сақтаңдар. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер бойынша мәтіннің мазмұнын болжадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.